Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен күріш қосылған осы керемет салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен күрішті жақсылап жуып, үстіне салқын су құйып қоямыз. Оған дейін 350 грамм сәбізді үкіштің осындай ірі көзінен өткізіп, барлығын дайындап аламыз. Одан соң тәтті болғыр күрішін тек қана қызыл түрінен таңдадым. Осыны пайдалансаңыздар болады, басқа түсінен де болады, бірақ қызыл түсімен өте әдемі көрінеді. Міне осылайша барлық артық бөліктердің барлығын тазалап аламыз да, барлық қызыл бұрыштарды ұсақ ұзыншаларға кесіп дайындап аламыз. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда өзге де тағамды рецептері бар. Міне барлық тәтті қызыл бұрыштарды турап кесіп дайындап аламыз. Одан соң 500 грамм пиязды өте ұсақ етіп турап дайындап аламыз. Келесі кезекте бізде қызанақты осылай блендердің көмегімен барлығын езіп дайындап аламыз. Міне осылайша барлық көкөністердің барлығын турап дайындап алдық. Енді күнбағыс майының 100 мл алып, қызып тұрған табамызға құйып, ең алдымен пиязымызды жақсылап тұрып 5 минутты қызарғанша қуырып аламыз. Сарғыш түске енгеннен кейін 5 минуттан соң үкіштен өткізілген сәбізді және де ұсақтап туралған тәтті қызыл бұрышын салып, тағы да 5-10 минуттай қуырамыз. Барлығы бірігіп қызарғаннан кейін оның үстіне езілген қызанағымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 70 грамм қантымызды және де 25 грамм тұзды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы араласқан соң бетін жауып, толықтай қайнатамыз. Міне осылайша қайнайды. Осы қайнаған күйі тағы да 5-10 минуттай қайнатамыз. Сол кезде қызанақтың сөлі бөлініп, шырыны бөлініп, әдемі қайнау керек. Міне осылайша барлығы қызарды, көріп тұрғаныңыздай қызанақтың сөлі бөлінді. Енді осы кезде оның үстіне жаңағы суының барлығын төгіп, 100 грамм күрішімізді саламыз да, барлығын тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң бетін жауып 30-40 минуттай баяу отта күрішіміз піскенше қайнатамыз. Міне біздің осымен салатымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай күріші пісті, барлығы жақсы араласты. Енді банкаларымызды дайындаймыз. Ол үшін мен мантаварканы пайдаланамын. Банкаларды бөлек стерильдеймін және қақпақтарын бөлек стерильдеймін. Міне дайын болды. Енді ыстықтай күйінде банкамызды, осы ыстық күйінде, салатымызды да ыстық күйінде барлығын құйып, банкаларымызға стерильденген, оның үстіне стерильденген крышкамызды жауып, жақсылап жабамыз крышкасымен. Міне осылайша күріш қосылған салатымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздер де дайындап көріңіздер, ас болсын.